Ізің өшпесін. Әңгіме. Жарлы Байғанин. Тұмаудың түбі құрт болыр, тұманның түбі жыт болыр. Неше күннен бері бір сейілмей қойған қалың тұманға қабағын түксүйте қараған қария қаттырақ дауыстап жіберген өзі де байқамай қалған. Иә, биылғы күздің бет алысы жақсы емес. 2-3 күн бойы еңсені езгендей болған дымқыл тұман бүгін тіпті қоюлана түскендей. Қарғадым жер мұң болып демекші, 6-7 адымның артын көрудің өзі қиын. Туғалы талай тұманды бастан өткөрсе, тап бұлай бірнеше күн бауырлап жатып алған сейілуі сирек зілдей қалыңды қария жақсылыққа балай қоймады. Сондықтан да болар әлгі тәмсілдің тіліне еріксіз орала кеткен. Тағы қайталады. Тұманның түбі жыт болар. Жаңа айдың туысы да бір түрлі көрініп еді өткен жолы. Неге екен қайдым іштей секемденіп, өз ойынан өзі түсті. Жаңа айдың туысы да бір түрлі көрініп еді өткен жолы. Неге екен қайдам іштей секемденіп, өз ойынан өзі тіксінген. Кешір Алла. Айтқан жерден аулақ. Қайдағы неме, қайдан аузына түскеннес, ел аман болсын. Боранбай қария енді малшылар жайын ойлады. Иә, мұндай кезде ең алдымен малшыларға қиын. Ертеңгісін қолдағы азын-аулақ ұсақ жандығын кезекке қосып келген соңда, біразға дейін кібіртіктеп үйіне кіре алмай, далада айналсоқтап жүрудің себебі осы. Малды кезекпен бағатын бақташы балағада. Тым алысқа ұзап кетпей-ақ қой. Мына тұманның сейілуі қиындау боп тұр. Тас қазғанның ықтасынан көп қара үзіп кетпе. Сол жерге еріп жаюға тырыс. Көрші көшенің қойына қосылып кеткені қорқыныш емес, ауылшы ғой. Керісінше бір-біріңді бағдарға алып жүріңдер деп қояды. Енді осы айтқандарын іштей қайталағандай болған қария ауланың бір бұрышында керексіздеу боп қалғандай қазан ошақтың қасына таяп, ашық қалған қара қазанның қақпағын жауып жатып, Құдайынан құт кетірмеуін де өтінген. Өмір деген осы екен ғой деп ойлады. Қандай заманалар болса да, бесігі мен қара қазан көшкен жұртта қалдырмайтын қазақтың ауылдарына көгілдір отын келіп, азабы жеңілдегендей болғасын, қара қазанның да қадірі ұмытылып барама. Қазіргі келіндер от жағып жыңғыл бұтап әуре болмайды. Мүмкін дұрыста шығар. Дайын отын тұрғанда өлімдесіп ненің сор. Кеше ғана тезек біткенді таласа теріп, табай соғатын. Қазір көшеде аяқ алып жүре алмайсың. Қораның қиында ойып ешкім әуре болмайды. Биіктеп бара жатқан соң ғана амалсыз бетін қырып далаға шығарып тастағандар ше. Бұрын соңды қидың өзіне мұндай қиянат жасап көрмеген қазақ даласы арысын шашып, асырап жасап жатқандай. Бекер рәсуі. Бүгінде ешкімге керек емес сияқты. Қасиетті қазан ошақтың астында мүжілген сүйекпен қол сүрткен қағазға дейін түгел жанып кете салушы еді жарықтық. Қалдық атаулы қалмайтын. Тамызыққа деген табай мен тезек қаланған қи әр үйдің жанында рет-ретімен жиналып ақтырушы еді-ау. Енді міне ауылдың айналасы ұшқан қағазбен түрлі қоқысқа толып кеткен, ыбырсып жатыр. Жағып жіберер ошақта қалмаған, қажеттілік жоқ. Өмірдің ағы мен қарасы, бір жақсының бір жаманы. Мұны терезеден көре сала, жеңешесінің жемпірін жерге сүйрете жүгіріп шыққан немересі болмағанда, айналшықта бәлі қанша жүрерін де кім білсін. Ата аталап келіп, шаужайына жармасқан кішкентай немересін көтерген күй енді еш кедергісіз үйге беттеді. 3-4 жасар немересін сақалымен қытықтай күлдіре жүріп, өзі де жаңағы бір ауыр ойлардан сәл де болса арылғандай. Жалғыз ұлының әзірге жалғыз жапырағы, титімдей ғана қызғалдақтың шал кемпірге бауыр басып алғаны соншалық, әке шешені керек етпек түгілі оларды мойындамайды. Мойындамағаны былай тұрсын, аға жеңгесін онша жақтыра да бермейтін сыңайлы. Ата жесінің бірі қасында жатпаса болды, қай уақытта болса да тұрып алып, осылармен ілесіп кіріп шығып жүрген. Әсіресе ораза кезінде сәресіге тұрған тіпті қызық. Біздің ардақ жанның аузы берік ораза деп оған өздері мәс. Қызымызға ортақтаспасыншы дегендей, сәресісін дайындамақ ниетте тұрмақ болған келінге баталарын беріп, бұдан былай әуре болмауын да өтінген өздері. Оның үстіне өздерінше бала тәрбиелегендерін ұната да бермейді. 40 жыл қырғын болса да ажалды өледі демекші, 46 жылы қан майданнан аман оралған Боранбай
От пен оқтың ортасында жүргенде қан қасаптан аман қалып, елме оралып, осындай бақыт көрем деп ойлауға мұршасы да болмаған. Атадан жалғыз болған соң, егесі де ескіреді ме, кім білсін ажалдан аман қалдырыпты. Енді міне, әр таңында Тәңіріне тәубелеп, мың шүкіршілік айтады. Денеде қалған қорғасынның ескі жарғышағы ғана осындай бұлтты күндері есіне сол соғысты салғандай. Сүйек саяғын сырқырататыны болмаса қалған түкті емес. Құдайдың берген денсаулығының арқасында атқа әлі өзі мініп түсуге қауқарлы. Керісінше немересі туғалы мүлдем жасарып кеткендей. Қай жолы бір қаттырақ сырқаттанып қалған сәтінде осының сөмкесін сүйретіп мектепке барғанын көріп өлсем, арманым жоқ дегені де есінде. Кемпірі күн жарқында бақуатты. Күн жарқын десе күн жарқын, қашан көрсең жүрген жеріне шуақ шашып, күндей жарқырап жүргені. Тіпті отырып тұрғанына дейін өзгеше. Ата әйел демесің еркекке бергісіз ақ жан. Керісінше тіпті кейбір еркек атаулының ішін пыстырып та жіберуі мүмкін. Қара кешке ләм деместен жымиып қойып, жұмысын істеп қана жүре беруге бар. Әйелі әдебиетке қосылмақ түгілі құлағыны да қыстырмайды. Оған уақыты да жоқ. Оның бар ықыласы қазір ардаққа ауған. Онсыз да тынымсыз күн жарқынның ендігі күні сонымен атып, сонымен бататын болған. Өзі соған ырза. Сүтін пісірет, біресе суытат. Түнде жатқанда да суып қалмасын деп қойнына сүт құйған шынысын қыстырып жатқан. Ұйықтатат, ойнатат. Ал қонаққа бәрі бірге барады. Қай қонаққа бармасын бір құлақ ардақтық. Құлақ тимей қалса, ардақтан бұрын атасы бұлқан талқан боп, бүйтіп мені сыйламай-ақ қойыңдар деп немересін жетектей жөнеледі. Алдын алған түрі. Сөйтсе жеңілдеп өтеді. Әйтпесе ардақты жұбату қиын. Елге сыйлы қарияның бұл ісі ерсілеу көрінгенмен бәрін көріп біліп отырған азынаулық ағайын соңынан бас асып, ата мен ардақты арнайы қонақ қылады. Ондай кезде бәрі мәз. Шалкемпірдің ортасында шат-шадыман күйге енген періштенің бір күлкісіне бола, ауылдағы мал біткеннің құлағын түгел асып беруге бар ағайынның ақ еділ ниеті бөлектін. Ағайын тұрып абысын ажынның береке бірлігі ажырамаған күйіне күйінгендей, нарық деген нақұрыс қаққан сынадай аз қазақтың арасын күн сынап аша берді, алшақтата берді. Иә, газ келді. Өркениет келді деп, өрекпіген ағайын ауласының бір бұрышында қалған қақпасыз қазандай өмірлік ұстанымдар да өзгере бастаған. Көгілдір отынға лесе ауылға түрлі жаңалықтар да келіп жетті. Дүние өтерінде шыр айналыр демекші, жаңа дәуірмен жағаласқандай болған ескі дүние де шыққысы келмегендей. Шынымен де шыр айналды. Аз уақыттық жұт келгенде жұтаған жұрттың көбігі жүнжібақ кеткен. Қарапайым жұрт алдындағы азғантай жандығын спиртпен кірсабанға дейін айырбастайтын күйге түссе, күйі түзеле бастағандар көпініп, жер дүниенің бәрін базарға айналдырып жіберген. Тек сату мен сатып алу ғана. Сөмке сүйретіп сауда жасауға арланған байларына бала бақтырған еті тірі қатын қалаш амалсыздан қап көтеріп, қанар арқалап, қала кезіп, қаңғып кеткен. Кейбірі Қытай асты, базар, вокзал, базар. Қазышы бүйрек қонған жерде қаршығаның да болатындай енді базардағы қатын қалашты басынып, барына ортақтасқысы келген топтан қорғайтын рекет дегендер де пайда бола бастаған. Қазекеңнің сотқар баласын еркелеу деп есірткеніндей, мұның да жалғыз ұлы тым еркелеу өтті. Ол да бірден осы қамқоршылардың үйіріне қосылған. Шетелдік жүйрік көліктің бірін тақымына басқан сол көбейсіннің де көп тірлігі көзге іліне бастаған. Бірақ көпке бармады. 30-дың ортасынан аса әзер дегенде отау құрған жалғыз ұл осындай қалың тұманда рөлге ие бола алмай дүниеден өткенде, бір баласы қолында, бір баласы ішінде қалған жары Светаның да жарығы жалп етіп бірге өшкендей болған. Шынымен көліктің тізгініне ие бола алмады ма, жоқ біреулер көмектесті ме, ол жағы да жұмбақтау. Ашық күнде төбелерінен жай түскендей болған әке-шеше қуынып, ізденбек түгілі бастарын көтерместен, қайғыдан қан жұтып біраз уақыт бүктісіп жатып қалғанды. Күні сөнгендей боп, күрт солған күн жарқынын аяды ма, бұл жолы Боранбай қария бойын тез жейді. Әйтеуір, бар жұбаныштары соңында ұрпақ қалды. Соған да шүкір. Келіннің аяғы ауыр, Құдай амандығын берсе бірер айда тағы бір сәби дүниеге келмек. Ендігі бар тілек солардың амандығы ғана. Ардақ ештеңеде түсінбегенде секілді.
Тек ара-тұра үлкендердің көзін ала бере, өзін көтеріп алып, сүйіп мыжғылап әбден жылаған соң ғана қоя беретін көкенің көптен көрінбей кеткеніне ол да елегізейтіндей. Есік ашылса, жүгіріп баратты, кім екенін көрген соң қайтадан ата-әжесінің жанына келіп жата кететінді шығарған. Әлде сөйтіп жүргенде күні жетіп, келін дүниеге тағы да бір қызалақ періште әкелді. Өмір жалғасады, тірі адам тірлігін істей береді. Сәбиді қырқынан шығарды, Орынгүл деп атын қойды атасы. Амал не? Ұлдың жылдық садақасынан 3 ай өткесін Орынгүлдің тұсаукесерін жасаған жамағайын келіннің жолын берген. Аңырай жылаған Ардақты арқалап, кішкентайын құшақтап, есік алдына келген көлікке отырып кеткен келіннің артынан таяғына сүйеніп, талмаусыраған қарияларға қарауға да ешкімнің дәті шыдамаған сыңайлы. Көрші тұратын Аяз ақсақал басу айтпақ болып, бас сұққанда сыртқы есіктерін шалқасынан ашық қалдырып, екі бұрышта бүк түсіп жатқан қос мұңдықты көріп, өзінің де жанарына еріксіз жасы үйірілген. Жыламсырағандай қалде отырып, жұбату айтқан Аяз ақсақал: «Болды, өлгеннің артынан өлмек жоқ деген, өлер ұл өлді, ол қайтып келмейді. Немерелерің кетсе қалаға кетті. Мына тұрған жер. Ес білген соң ертеңі екеуі қол ұстасып, өздері іздеп келеді атасы мен әжесін. Орында бар оңалар деп, Орынгүл деп не үшін атын қойғаныңды ел білмейді дейсің бе? Ардақ ол болса да өз балдарың. Кеш батқандай жамандық шақырмай тұрыңдар қане», деп бұйыра сөйлеген. Арада күндер, апталар өтіп жатты. Ай өтті, тағы да бір ай. Боран ақсақалдың боз үйі күннен күнге шөгіп бара жатқандай. Кешкісін мүлдем тіршілік байқалмайды. Ақылап жатып оқылеп оянған қарияларға қараудың өзі бір қиямет қайым. Бақыттың барын жолың, жоғын сорың түсіндіреді дегендей, немереме құлақ бермедің деп кеше ғана кердеңдеп жүрген кемпір шал кейуана кейіпке көшіп үлгерген. Шынында да бақ пен сордың арасы мұндай жақын деп кім ойлаған? Аяз болса Боран досының қай жылы бір сырқаттанып аз күн жатып қалған сәтінде осының сөмкесін сүйретіп мектепке барғанын көрсем деген арманына хабардартын. Сол сөзі есіне түсіп, іштей арманға ажал күлет деген осы екен ғой деді еріксіз. Далада жаңбыр болған соң, терезені қапсыра сала сулығын жүре жамылып, Аяз қария тысқа беттеген. Апақ-сапақта аула ортасында төңкерілген қара қазанның айналасына жиналған ағын суды күрекпен жырып жүрген көршілеріне естері ауысып кеткен жоқ па екен дегендей күдікпен қараған күйі жақындап келіп: «Жазғандар-ау, не істеп жатсыңдар?» деді дауысы жарықшақтары. «Ел аман, жұрт тынышта, қара қазандарыңды өз қолдарыңмен төңкеретіндей не көрінді соншама? Қане, орнына апар қоялық, кел». Бұл бір құлағынан көтерсіп, көмектесуге иіле бергенде күн жарқын байғұс баж ете қалды. «Тиме дейім». Аяз енді бұларды шынымен де уайымнан естері ауысқан екен деп ойлаған. Мұның ойын айтпай ұққан Боран досы ыммен шақырып қазанды ақырын ғана көтеріп, астына фонар жарығын түсіргенде Аяз шалдың өн бойын аяз қарып өткендей болды. Із? Иә, із. Ардақтарының ізі. Саз балшыққа қалыпқа құйылған боп, ап-анық түскен сәби ізін, ең соңғы естеліктерін, ең болмаса осыны жаңбыр шайып кетпесе екен деген тілекпен қасиетті қара қазанның өзін соған төңкеріп, ізді сақтап қалмақшы. Аяздың кеудесіне кептірген өксік кеңсірігін жарып өткендей. Екеуіне басып айтқансып, бірдеңе дегендей болып еді, оған қосылып, өзі жылап жіберердей болғасын, адымдай басып амалсыз үйіне беттеген. Кіреберісте кебісін шешіп жатып, үй ішіне кібіртіктей көз жүгіртіп, өткендегі барық байқағаны ер адам киімдердің жоқтығы, яғни әзірге басы бос. Мына заманда жалғызбасты әйелге екі баланы бағып қағуда оңай болмас деп ойлап үлгерген. Мүмкін сәтін салса баланы бүгін алып қайтар, тіпті 2-3 күннен соң жіберем десе де қаладан кетпей жатып күтуге іштей бекінген қария: «Келінім, қарағым, жағдайларың жақсы ма?» деді мойнына асыла кеткен Ардақты алдын алып отыра бере. Атасының досы Аяз атаны Ардақ бұрыннан жақсы көретін. Басқа жаққа атасынсыз тойға барса да өз немерелерінен жырып, газетке орап құлағы кеп беретін атаны қалай ұмытсын? Ұмытпапты. Іші бауыры елжіреп барады. Я ол мұны Аяз ата деп атайды. Айналайын, айыпқа бұйырма. Сақалын сатқан кәріден деп ата сақалымды саудалап алдыңа келіп отырмын.
Өмірден үмітің бар жассың ғой деді. Сөзін одан әрі сабақтай түсіп. Білдей бір шаңырақтың жалғыз жарағын жарқырата жағып, оң аяғыңмен аттаған жалғыз келін едің. Өмір солай болды. Ешкім сені тастап кеткен жоқ, қуып шыққан жоқ. Тағдырдың ісіне не шара? Әшейінде өмір өзімдікі деп өрекпігенімен тағдыры алдында пенде қашанда дәрменсіз. Сол от өшкелі тұр. Оны өшірмеу сенің ғана қолыңнан келеді, айналайын. Ана ата енең құсалықтан өлуден сәлақ алдында. Ая, атаңа не істесең алдыңа сол келеді дейді. Бәріміздің де алдымызда не кетіп тұрғаны бір Аллаға ғана аян. Сені балаңнан Құдай айырмасы ешбір адам айыра алмайды. Енді қанша қалды дейсің? Кәрі қойдың жасындай ғана қалған шығар, көп болса. Шал кемпір қайтқан күні бала ғана емес, сол үйде дүние мүлікте сендерге қалады. Сендерден басқа ешкім жоқ, өзіңде жақсы білесің. Бекер обалдарына қалма. Ол екеуін жылатып қойып, сенің де бағың жарқырай қоймас. Дұрыс түсін. Кәрі қойдың жасындай ғана ғұмыр қалған шағында дегенді қайталай бергені сол еді. Кәрі қойдың жасындай? Это сколько, деді келіні сөзінің соңын орысшалай. Соған түсіндіктілеу бола түсінші дегені ме? Кім білсін, бұл да бар орысшасын қоса тілін бұрмалай. Ну, максимум года 3-4, наверное деген. Жарайды деген келінің сөзін ести сала, шөпілдеп үшеуінде кезек-кезек сүйе берген. Шамасы 3-4 жыл шыдармыз дегені болар. Бұл да асығыс. Келін сөзінен айнып қалатындай алды-артына қаратпастан киімін жинап берейін деген не де мұрша бермеді. Ардақты құшақтаған күйі есік алдындағы көлікке қарай бүгежектей жөнелген. Атасы мен әжесіне кетіп бара жатқан түсінген Ардақта мәз. Тіпті анасы мен сіңлісін дұрыстап сүйгенде жоқ. Жолай машинаның артқы орындығында біресе атаның алдына шығып, мойнына оралып, енді бірде терезеге телмірген Ардақ. Мені қайта келіп тастамайсыз ғой, ата? Иә, дей сала, бірдеңе есіне түсіп кеткендей. Ата, ана 6 тонндық атаның есегі әлі бар ма десін. Сол кезде ғана періштенің ауылын, атасын қалай сағынғанын түсінген Аяз атаның ақ сақалын жас жуып жүре берді. Көлік тербеді ме, әлде көңілі бірленді ме? Қаладан біраз ұзаған соң Ардақ Аяз атасының тізесіне басын сүйеген күйі ұйқыға кетті. Енді аз уақыттан соң Боран атаның шаттық кернеген шаңырағында шағын той басталып кетті. Мына қуанышты естіген жанашырлардың бәрі жиылды десе болғандай. Тойдың төрінде бүгінгі күннің көзсіз батыры, нағыз дос Аяз ата үлкен бір міндетті атқарғанына масаттанғандай маңғаздана әңгіме шертуде. Бұлардың достығына риза болған Алпысбай ата, Аяз ата атанғалы осы күнге дейін аралықта елдің бәрін қуантқан ең үлкен сыйлығын бүгін жасапты. Бұған дейін бірде-бір Аяз ата әлі мұндай керемет сыйлық жасап көрмеген деп, Аязғалидың мәртебесін бір көтере қоштап алды да, дос болсаң, осындай бол. Атасы арзан жел сөзді бас-басыңа төгейін дегендей, арзан ақыл айтып, көсемсіп күнде күпінгенше осылай іспен көрсету керек. Үлкендер үлгі өнеге дегенді. Достықтарынан айналдым, деді риза кейіпті. Аяз Боран досы жаққа бұрылса, боза ішкендей болбырап, бойына қан жүгіріп қалыпты. Ардағының әр қимылын қалт жібермей елжіреп ағып отыр. Соңынан ілесіп жүруге қонақтардан ғана қысылып отырған секілді. Күн жарқынның да күні қайта туған, кешегі күрсіністің бәрі күрсінге тасталғандай. Періште Ардақты ата әжесімен қауыштырғанына алғыс айтқандай, анда-санда мұны да мейірлене бір құшақтап өтеді. Аяз атаның ұлы мен келіні зыр қағып қызмет етуде. Аякең сөз арасында Ардақжанның ауылдың амандығынан бұрын 6-10 атасының есегін сұрағанын айтып, жұртты күлкіге бір көміп алған. Отырыс ұзаққа созылды. Ел тарқаған соңда Боран ақсақалдың айналып толғанған мейірімді үні ашық терезеден үздік создық естіліп тұрғандай. Күні кеше ғана антеннасы жоқ телевизордей безірейіп тұрған үйдің сәнін кіргізіп, лезде жан бітірген кішкентай ғана немені шал кемпірдің ортаға алып таласа өбектеп жатқан көз алдына елестетіп, көңілі қуанған Аяз қария да неше күнгі уайымнан арылғандай алаңсыз ұйқыға бас қойған. Әшейінде кеш бата сәл өлімсіреп тұрып, аз уақыттан соң жалп ете қалатын көрші үйдің жарығы да бүгін таңға дейін өшпеді. Араға жыл салып, Ардақ сөмкесін арқалап, ата жесінің жетегімен мектеп табалдырығын аттаған.
Ол күні бүкіл ауылда той болды. Есек мінген еңгезердей Алпысбай бір қойын айдай келіпті. Ардақжан, мә, мына қойдың екі құлағы да сенікі деп қулана жымыңдайды. Хабар алған соң қаладан келінді келген екен. Жолынан жаңылмастан үлкендерге ізет көрсетіп, иіліп сәлемін салып, дастарханға да білгенше қолқабыс етіп жүр. Орысшалау тәрбиеленген Орынкүл ғана айналасын жатырқап, ата-әжесі тұрмақ, тіпті апатайы Ардақтың шақырғанына барғысы жоқ. Керісінше, Ардақ сіңілісін бауыр тартқанымен анасын көрмеген сөйді. Ес біліп қалған бала ғой. Кезінде мені қайтадан алып кетпейді ме дегендей қорқыныш та жоқ емес сияқты. Анасы оңашада сәл айналып мейірлене қалса, құшағынан сытылып шыққанша тыпыршып мазасызданып бітеді. Дүрілдеген той осылай 2 күнге жалғасты. Қайдарға келінді жеткізіп салу үшін Тұрсынның көлігін даярлаған Боран ақсақал бір қойдың етін түгелімен соғымнан қалған сыбағалары бәңгі сәңгісімен түгел толтырып тастады. Тіпті жардығып картопқа дейін салып жатқанына қысыла қарсылық көрсеткен келініне ештеңе етпейді. Қалада мұның бәрін ақшаға сатып аласыңдар деп тықпалай түседі. Мынау Орынкүлімнің балабақшасының ақысы деп бір бума ақша сұнғанда келін ыршып түскендей болғанымен, ол да менің ұрпағым қалқам. Көбейсінімнің көзінің бірі ағы болса, екіншісі қарашығы. Балам, мен еш қайсысын бөле жармайым. Осы үйде не бар, бәрі де осы екеуінің еншісі. Тек туғалы бауырымызға басқасын ғана мына жәмәнді өзімсінетініміз өтірік емес, бар сол. Біз о дүниеге ештеңе алып кетпейміз. Керісінше сен қысылма. Тарығып жатсаң қай уақытта да ұялмай сұра. Сендер ол жақта тарығып отырғанда біз бұл жақта жалжая жемей-ақ қойдық. Ақ адалымнан жиған малым тек осы 2 қызғалдағымның қызықшылығына жұмсалсын деген қария ақ жол тілеп батасын берді. Мұны алып кетпейтініне көз анық жеткен Ардақ әжесінің етегіне оралған күйі күлімсірегендей кейіпте қол бұлғап тұр. Анасы көлікке отырар сәтте бұрылып келіп, мұны бетінен сүйгенде аса бір қарсылық білдірмегенімен ата-әжесі жаққа ұрлана бір қарап қойған. Қалада анасының қолында тұрып жоғары оқу орнын тәмамдаған Ардақ биыл 2-ші жыл ауылда мұғалім. Ең өкініштісі, жақында Света келіннің де көрер жарығы таусылып, ата-әжесін алдыға салған Ардақ жеңешесін ақ жауып, арулап аттандырып қайтқан. Ауылға келген соңда қара шаңырақта келінге арнап Құран бағыштаған арнай ас берілді. Кешке салым Боран қария түрлі сылтаумен мектептің есігін күзеткендей сол маңда түртпектеніп жүріп алатын болған. Сондағы бар қызығы жұмыстан шыққан қызымен бірге үйге қайту. Кей мұғалімдердің Ардақ көбейсін қызы дегендері тіпті жанына майдай жағатындай. Сөйте тұра әлі күнге бір жерге жиын тойға бара қалса, әй шайға қаратпай бір құлақты қалтасына салып алатын әдеті қалмапты. Оған мұғалима апай да қатты қарсылық білдіре қоймайды. Күн жарқында есігінің алдында күбіжіктеп, бұл келер жаққа көзін сүзіп, айналып толғанып тұрған. Әулетінің әзер тұрған қабырғасынан кетігін тауып қалана салған жалғыз жарты кірпішке бүгінде бүкіл ауыл аймақ дән риза. Шал кемпірдің ендігі арманы жиен болса да, шөбіренің қолынан май жалау. Бұйрық болса, оны да көретіндеріне сенімді. Бұрышта қалған қарағазанда қайта майланды. Арасына апта салып болса да, жұма күндері бала көңілінде қалып қойған, мұрты тікірейген аға мен өзі мойындай алмаған күйі өмірден өткен Света жеңешесінің аруақтарын арнап, иіс шығарып, пісірген 7 шелпегіне аталары әркез Құран бағыштап отырады. Ардақ сенбі немесе жексенбі күндері арнайлап қазанға ет асуды да әдетке айналдырған. Өйткені ата-әжесінің отқа қазанға пісірілген тамақты жақсы көретінін біледі. Бүгінде аталарына бола арнайы көтерілген қазанның еті желініп, сораптап сорпасы ішіліп болған соң, қашанғы әдетпен Ардаққа ақ батасын жаудырған аяз қария. Қанша қалды дейсің бізге де? Кәрі қойдың жасындай ғана, жасымыз қалған шығар деген сөзін Боран досына бір мақұлдатып алып, дастарханға бата жасады. Дүние тұрғанша тұр құлыным, ізің өшпесін. Соңы оқыған Қуат Ахметжан.